Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз визитка жасап үйренеміз. Визитка жайлы қысқаша және қалай дайындау керек екенін айтып беретін боламын. Ал кеттік, бастайық. Corel'ды ашайық. Міне, бізде Corel'да размер жазуға етейік. Размерін. Бізде екі размер болады. Екі стандарт. Біріншісі 90-да 50 мм. Мына жерде замокты алып тастаңыз. Екіншісі 86-да 54 деген екі стандарт. Визитка жасап үйренеміз. Визитканы толық компоновать ету үшін және әдемі шығу үшін ішіне 5-5 мм-дан беріп алайық запас. Мына жерде беріледі. 4 или 5 бүтін. Оны кесіп алып тастаймыз, разъединить етіп алып тастаймыз. Кругойға айналдырып, біз өзімізге бір метка қойып алайық. Міне. Осы бізде поле деп есептеледі. Бізде осыдан аспауымыз керек. Бізге шектеу болып. Біріншіден бір логотип болады әрқашанда. Мына замок қойып алайық. Желательно 25-25 мм келтірейік. Және аты жөні жазылады адамның. Мысалы, мен өзімнің аты жөнін жазайын. Шрифт логотиптің жанына қояйық. Және форматқа сыйдыртайық. Мына размерден асып кетпеу керек мына поледан. Және аты жөн деп алайық. Біріншісі заглавныймен жазылған дұрыс болады. Регистрға кіріп, верхний регистрға ауыстырамыз. Және жөріне жазайық. Мына логотиппен салыстырғанда ол оцентрованный болу керек. Келесі бізде мамандық жазылады. Дизайнер деп жазайын. Шрифт 9 қылайық. Шрифтпен барлығын сол жаққа равнять. Және информация, ақпарат керек. Астында телефон номерлерін жазу үшін түсперіп қойайын. Контурын алып тастайын, грубо көрінеді екен. Және page down арқылы төменгі слайд өткізем. Кішкене көтерейін. Ал енді кеттік. Ақпарат мысалы. Мекен жай жазылады. Телефон жазылады. Және email жазылады. Email. Енді кейбіреу қазір Instagram қояды, ол нелерді иконкалармен шығаруға болады. Үш ақпаратты жазайық. Мысалы, Алматы қаласы. Кез келген бір адрес жазайық. Бұл даңғылы дейікті. Кез келген бір адрес жазайық. Телефон. Бұл жерде өзіңіздің телефондарын жазуға болады. Мысалы, +7. Email-да өзге. Мысалы, менікі. Ерлан деп жазайық. Собачка дейікті. mail.ru болмаса Gmail әрқалай жазыла береді. Бұны кішірейтейік, размерге салу. Және бұны барлығын сол жақпен түзеп шығамыз. Білесіздер, выделять етесіздерді. Бізде Shift Ctrl-A-ны басқанда шығады. Выровнять, распределить. Сол жаққа, сол жақпен равнять етеміз. Шығып берді бізге. Енді қарасақ, бізде мынау асып тұр. Оны аламыз да біз
мына жерде мекен жай дегенде мысалы бірден алып тастауға болады. Енді сіздер үшін қойып жатқанмын ғой. Мынаның барлығын алып тастап, жерге иконка қойылады көбінесе. Енді үлкейтуге болатын болып тұр бізге. Түсін бояйық, өзгертейік. Мына жерде мен жай ғана бір ағылшынша нелер жазып кетейін. Қояйын. Сіздер түсінерсіздер ғой, почта. Кеткен логотип жасайық. Бұл жерде мысалы емір. Бұл жерге логотип қойылады. Деп қойын тек қана. Логотипті түсінерсіздер. Міне кетті, дайын болды. Бұл жердегі біз бірінші түсінетін нәрсеміз мына защитный поле дейді. Міне сохранный поле дейді. Осы бір полядан аспауымыз керек. Егер де біз бүйтіп асып кетсе, болмаса деген бүйтіп шығып кететін болса, біз ертең кесілетін кезде ол жаман көрініп қалады. Мына барлығы бір деңгейде қалу керек. Шрифтін бердік. Енді қарап отырсаңыздар, мына жерде кішкене төмендетейік та, және біз логотиптің астымен равнет әдемі болсын. Түсін өзгертейік, серый қылайық. Кішкене. Бұл дайын болды. Келесі біздің размеріміз 90-да 50 деген размер миллиметрдегі. Бұл көбінесе стандарт деп есептеледі, біздің стандартымыз. Мына логотип бар. 80-да 50, 86-да 54 деген. Оның бұрыштамалар көбінесе круглый болып келеді. Міне, барлығы келеді. Дәл осыны біз осы логотипке жасайық. Міне, тағы да бір 5-5 мм-ден сохранное поле жасайық. Разъединить, кривойға айналдырамыз. Міне, пунктирмен жасайық. Келесі, кетті. Бұл сіздерді міндетті түрде ол сызып шығыңыз деген сөз емес, пунктирді. Сіздерге түсінікті болу үшін сызып жатырмын. Болмаса оны бірден алып жасауға болады. Мысалы, былай аласыздар да, мынау сызық. Бірдей деңгейде. Мына жағын барлығын біліп отырсаңыз, өзіңізге жақсы болады. Келесі міне. Бізге кішкене сыймай тұр, біз шамалы кішірейтейік. Міне. Бағанағы жағдайдағы логотиппен сындыравать етеміз. Мынаның астыңғы жағымен сындыравать етеміз. Көк түсті алайық та. Page down арқылы астынан түсіреміз. Мына жерде айтып кететін нәрсем, қазір сіздерге барлығын түсіндіріп берейін. Салып шығайын. Дәл осы ақпаратты мына жерге алып келейік. Төмен түсіруге болады екен. Бұл жерде бізде орын бар. Яғни, мынаны свободный форма арқылы узелдарға бүйтіп басып екі точканы выделять етеміз де төмен түсіреміз. Мына жерде егер орын болып жатса, біз 3-ке бөлуімізге болады. Және шрифтті үлкейте аламыз. Тағы да логотиппен сындырып етеміз. Барлығын байқасаңыздар, бір сызықтың бойында тұр міне. Направляющийді қойдым, бірдей шықты. Тастап қарауларыңызға болады. Міне бізде екі визитканың түрі осы, екі стандарт. 90-да 50 және мына жердегі размерді өзгертуді ұмытып кеттім. Кешірім сұраймын. 86-да 54 деген размер. Және осы визитканы дайындайтын кезде печатьқа кейбіреуі білмеуі мүмкін, мына жерде припуск деген нәрсе бар, жанына запас беріледі. Яғни 3 мм-ден оң жаққа, сол жақтан общий алғанда 6 мм. Төмен қарай тағы 3 мм беріледі. Мынау бізде обрез кесілетін поле болады, қара. Мына жерге де солай беремін. Мысалы, бұл жерге де 6 қосылады, және төмен қарай 3 мм қосылады. Page down арқылы көрсетейін, мінекей. Мына араға шықтық, бізде көрсеткен 3 мм болып қалады. Міне. Ол припуск деп аталады. Яғни печатьқа берген кезде осының бәрін алып тастайсыздар, осылай беріледі. Мына бірақ контур өздерінде сізде рискпен берілетін. Осылай.
Ол печатқа дайындауды мен арнайы сабақ жазам. Печат ететін қалай дайындау керек, түсі қандай болатын. Ал қазір сіздерге осы визитка жасаудың әдіс тәсілдерін үйретіп жатырмын. Міне, направляющияларды алып тастайық. Міне, кеттік. Келесі. Бізге осы визитка жасадық дейік. Енді бізге подача жасау керек. Енді яғни, мысалы мен сіздерге көрсетейін, бір визитка дайын визитка. Мысалы, міне, мынандай бір визитка тұр. Сосын дайындау керек. Визитканың артына айтпақшы қосымша ақпарат салуға болады. Мысалға алып көрсетейін. Визитка. Визитканың негізінде за основу дейді. Мысалы, логотип болатын болса, осының центровать ете салады, кейбіреуі аржанда. Минимализм дейді. Стильдердің түрлері ғой. Артына болмаса, міне локация, местоположениені жасауға болады. Ал енді кеттік. Осындай подача жасау үшін мысалы мен текстураны интернеттен көшіріп аламын. Және мен оны кішкене искажать етемін. Столға ұстастырып. Мына жерде байқап отқаныңыздай горизонтальный қылған. Қосып жіберейік. Кішкене сайт. Столға. Power Clip арқылы мен объектің ішіне кіргіземін. Және мына визитканы аламын. Жеке бізге керек емес артық заттардың барлығын алып тастаймын. Кесіп, пересечениясы кесіп аламын. Түспен бояйын. Ондарын алып тастаймыз. Дайын кривойға айналдырып алайық. Группировать етейік. Мына жерге қоямыз. Енді біз эффекттің ішіне кіріп, перспектива арқылы визитканы жатқызамыз. Ұштарын тартып. Әрқашанда бірінші қабырғасы үлкен болады. Мына жасайтын болайық. Енді бұны біз көлеңке берейік. Кеңге кіріп, білінбей тұр, бізде біріншіден обычныйға келтіреміз. Енді мынаны 40 қылайық. Мен 65 қылайық. Қараңғы. Разъединить арқылы, Ctrl-K арқылы алып тастаймыз. Визитка дайын болды. Көлеңкесі бөлек тұр. Көлеңкесін енді біз қандай түрлер болды? Мысалы, аламыз. Егер Ctrl-K болатын, Ctrl-K қайтамыз. Стоп қылып көрсету. Копировать етіп алайық. Перетекание кіреміз. Мына жерде арасы 20 дейді. Біз 8 қылып көрсетейік. Міне, болмаса 10 деп көрсетейік. Ана Ctrl копировать етіп, енді вставить етейік. Ctrl-ны алып тастайық. Міне. Енді бізге кәдімгі стопка сияқты көрінді. Көлеңкесі аздау болып тұр. Көлеңкені біз копировать ету арқылы көбейтіп аламыз болады. Page Ctrl Page Down арқылы төмен бір стадияға. Міне, ұстады ма? Енді мынандай қандай қара эффект жасау үшін қайттан дәл осындай контур повторять етейік. Объект салып, бояп шығайық. Черныйдың ішінде полноцветный болсын, составной. Көлеңке прозрачностьқа кіреміз де, градиент. Фонтанны градиентная заливка дейді. Соның ішінде біз 4-ші таңдайық. Конический. Алып отырамыз. Орындарын, яғни осыны тарту арқылы ақтың орнына қара ауыстырсақ, бізге негативный. Міне. Мынаны жан-жағын бассақ, бізге бегінок арқылы міне өзгерте аламыз. Қараңғы, жарық. Ұқсады ма?
Міне осы визитка жасау арқылы сіздер тек қана визитканың дизайн жасау ғана емес, және дұрыс жасауын, және эскизді клиентке, заказчикке көрсету арқылы міне сіздер өздеріңіз жұмыстарыңызды жақсы деңгейде көрсете аласыздар. Сіздерге ұнады деп ойлаймын сабақ. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Рахмет.